Артық тұз, натрий хлориді, ағзаға бірден емес, байқатпай, баяу сияқты әсер етеді. Өйткені ол күнделікті тағам арқылы жиналып, жасырын түрде ағзаға зиянын тигізеді. Міне, артық тұздың байқатпай улау жолдары. 1. Сумен ісіну. Тұз суды ағзада ұстап қалады. Бет ісінеді, аяқ-қол ауырлайды, көздің астында қапшық пайда болады. 2. Қан қысымының көтерілуі. Артық натрий қан тамырларын тарылтып, қан қысымын біртіндеп көтереді. Бұл гипертонияға әкеліп, инфаркт пен инсульт қаупін арттырады. 3. Бүйрекке жасырын зиян. Бүйрек тұзды сүзу үшін көп жұмыс істейді. Уақыт өте келе бүйрек әлсірейді, тас пайда болуы мүмкін. 4. Сүйек әлсіреуі, остеопороз. Көп тұз кальцийдің зәрмен бірге сыртқа шығуына себеп болады. Сүйектер жұқарып, сынғыш болады. 5. Асқазан мен ішекке әсері. Артық тұз асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді. Бұл гастрит пен асқазан обырының қаупін арттырады. 6. Жүрекке жасырын соққы. Қан айналымы қиындап, жүрекке қосымша салмақ түседі. Жүрек жеткіліксіздігі дамуы мүмкін. Ең қауіптісі бұл өзгерістер бірден байқалмайды, жылдар бойы жиналып, тек ауру асқынғанда ғана сезіледі. Қорытынды, артық тұз көзге көрінбейтін, бірақ баяу, сондықтан күніне 5 граммнан 1 шай қасық артық тұз қолданбаған дұрыс. Және де қатты асқынып кеткен жағдайда дәрігерге қаралып ем алған дұрыс.